Атырауда коронавирустан емделгендерге арналған оңалту орталықтары жұмысын бастады. Атырау қаласындағы 6 спорт кешенде реабилитолог мамандар алғашқы жаттығу ем шараларын жүргізуде. Қала халқының басым бөлігі тіркеуде тұрған нөмірі 1 және 5 Атырау қалалық емханаларының емделушілері. Емделушілер арасы 1,5 метр қашықтықта тұрып, ем шараларды ашық алаңқайда жасауда. Ал күн салқындаған кезде жаттығу шаралары спорт кешендерінің ішінде арнайы спорттық жабдықтар арқылы өтеді. Оңалту жаттығуының мерзімі 10 күн. Жаттығулар таңертеңгі мезгілде 15-30 минутқа жалғасады. Бүгін үйреудің үстінде науқас қатысып отыр. Ол дейтін ковидпен және пневмониямен ауырған, жаңағындай уже отрицательный, соларға акимат тарапынан осылай жақсы жаттығулар жасатып жатыр. Тыныс алу бойынша терең дем алу, өздеріне бір ыңғайлы жақсы жаттығулар көп. Болашақта өздерінің денсаулықтарына бір көп пайдасын тигізеді.